Ал иман бит'ун ва саб'уна шу'батун. Иманның 70-тен астам тарауы, 70-тен астам тармағы бар. Соның 3 түрін алып талқылап көрейік. Иманы даиф, иман тақлиди, иман яқин. Иманы даиф, әлсіз иман. Әлсіз иман. Әлсіз иман дегенің біреу намазға баратса, ассалаумалейкум, қайғы барасың намазға. Сен Құдайды көріп пе өзің? Сенде осы оқыған намазың қабыл болатынын анық білесің ба? Деп біраз сөз айтсаң, ол айнып, өзі шынды үш нәрсені көргенім жоқ, анау-мынау деп, бұл тайыпта кетуге дайын. Иман әлсіз ғой бұл. Шақа барамайды. Ол тайып шығып та кетуі мүмкін, тастап та кетуі мүмкін. Бұны иман даиф дейді. Бұл біріншісі. Екінші иман тақлиди. Бұл еліктеу иманы. Барлығы намазға барып жүр ғой, мен де барып жүрмін, сол көп не болса, сонымен бірге боламын дейді. Ола суға түсіп кетсе, суға түсіп кетем, өлсе өлем деген сияқты ғой біледі. Көп не болса, сондай боламын. Тақлиди деген сөз, ол ақылымен Құдайды танып, шынымен неге келе жатқан адам жоқ, көппен бірге жүргенмін деген сөз. Еліктеу иманы бұл. Әйтеуір көппен бірге жүру. Бұны еліктеу дейді. Бұл екі иман болды ма? Енді үшінші иман яқин. Шынайы, шын иман. Бұл яқин иман біздің исламда ең керек иман осы. Көрдіңіз ба? Ал енді біз сол үшін біздің исламдағы иман ал-иман билля. Бір Аллаға сену иманы. Ал-иман билля. Тек бір Аллаға сену иманы. Бұл бір Аллаға сену иманы, иманы яқин болу керек. Иманы яқин болса, бұл шынай иман. Мәселен, бұларға кімдер жатады десе, мәселен, кешегі өткен мынау Біләл деген азаншы болды. Сол кісі ислам дініне өткенде ұстап алып, көкірегіне ыстық тастарды қойып, Құдай жоқ, Мұхаммед пайғамбар емес айт десе де, ла илаха иллалла Мұхаммад расулалла деп жатып алған. Өлсем өлейін, иманмен тай. Бұны иман яқин дейді. Көрдіңіздер ма? Ал енді иман яқиндар. Мәселен, Абу Бәкір байлығының барын ислам дінінде жұмсады. Бұлар яқиндар. Омар да байлықтарын дінге жұмсады. Ал бір отбасынан 4 адам иман сақтаймын деп, атасы, анасы, баласы несі өлген адамдар бар. Иман ешқандай қай. Бұны иман яқин дейді. Бізге керек иман осы иман. Біз осы нәрселерді білмей ажыратамай жүрміз. Қазіргі кезде бізде толқулар көп. Түрлі ағымдарға еріп атқандар бар. Түрлі нелерде жүріп атқан. Бұлар әлсіз имандықты білдіреді. Иман даифтыққа жатады, тақлидиға жатады. Секталарға еріп жүргені. Біз осындайдан сақтану үшін нағыз иманның түрі осы. Иманның неше болғанда да Құран-ы Кәрімде осыны пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам да ашық айтқан. Бір Аллаға сену үшін жүрекпен, ақылмен. Қибамул мар'i ақылуху ла имана ла ақылаху. Адамның негізі иман ақылмен болады. Ақылы болмаған адамда иман болмайды. Өйткені ақылмен танисың сен бәрін. Бұлай да айтуы мүмкін, иманы жоқтарды да ақылы. Ол ақылды бола береді. Бірақ имандылықтың ақылменен иманды танудың жолын түсіндіріп жатырмыз біз.